Айгүл тұрмысқа шыққалы 3 жыл болған. Күйеуі Нұрлан сабырлы, артық сөзі жоқ, жұмысын істеп отбасын асырап жүрген азамат. Әр демалыс сайын олар ауылға баратын. Сол үйде Айгүлдің кенже сіңілісі Мадина тұратын. 19 жаста студент, аңғал ақкөңіл қыз еді. Нұрлан оны ешқашан бөтен көрген емес. Әйелінің сіңілісін өзінің қарындасы ретінде көретін. Алғашында бәрі солай тыныш болған. Бірақ ауыл ғой, бір күні біреу айтты: күйеуіңмен сіңілің көп сөйлеседі екен. Ал екіншісі: ауладан бірге көрдім. Бұл сөздер Айгүлдің құлағына жетті. Алғашында сенбеген. Бірақ күдік су сияқты бір тамшысы да жүрекке жайыла берді. Айгүл күле бермейтін болды. Көзімен бақылап жүрді. Әр күлкі, әр сөз оған артық көріне бастады. Бір кеште Айгүл шыдай алмады. Айгүл: Нұрлан, мен сені Мадинамен көп көретін болдым. Неге жиі сөйлесесіңдер, деді. Нұрлан таң қалды. Бірақ даусы сабырлы шықты. Нұрлан: ол сенің сіңілің ғой, бір үйде тұрғасын, деді. Айгүл көзін төмен салды. Жүрегінде бір сұрақ жауапсыз қалды. Сол түні ол ұйықтай алмады. Ал Мадина, ол әпкесінің салқындығын сезіп іштей жылап жүрді. Нұрлан бір күні Мадинаны жеке шақырды. Аулада сөз жүріп жатыр. Мадина: әпкеңе ауыр тиіп жатыр. Мадинаның көз жасы көл болды. Мадина: мен ештеңе істеген жоқпын ғой, мен үшін әпкем бәрінен қымбат. Сол кеште Мадина Айгүлдің алдына келді, жылап тұрып: әпке, егер бір қимылыммен сені ренжітсем, кешірші. Айгүл сол сәтте өзінің кімге сенбей, кімге сенетінін түсінбеді. Сіңілісін құшақтап: Айгүл, кешірші мені, мен өсекке сеніппін. Нұрлан бәрін ашық айтты. Ата-ене де түсінді. Өсекке нүкте қойылды, деп Айгүл сіңілісін құшақтап қосылып жылады.